450 грамм ұн, осының үстіне сары май. Бөлме температурасында емес, холодильникте тұрған сары майды қосамыз. 250 грамм. 50 грамм май қостым. Бұны теркадан өткізсеңіз де болады. Маған осылай пышақпен ыңғайлы. Сол үшін осылай кесіп, ұнға аунатып, крошка болғанша осылай араластырамыз барлығын. Мінекей крошка дайын болды бізде. Осылай әдемі болып тұр кетті. Одан кейін 2 чайный ложка мен разлихите саламын. Миндальная мука 30 грамм қосамын. Егер де жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. 30 грамм қостым мен. Барлығын жақсылап араластырамын. Сосын ванилин қосамын. 30 граммдай. Бұл енді исінің күшті қып шығып тұру үшін 30 граммдай қостым. 3 грамм қостым, 3 грамм. Жұмыртқа 2 штук қосам. И 200 грамм шекер қосам. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып аламыз. Крошкамызға осы жұмыртқамызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, қамыр етеміз. Лопаткамен басында араластырып, кейін қолмен осы ұн жеткілікті. Басқа артық ұн салмаңыздар. Егер ұн сасаңыздар, ол қамырларыңыз қатып қалады. Осылай жұмсақ қамыр шықты менде. Енді осыны пакетке орап, холодильникке салып қоямыз, пока начинкасы дайын болғанша. Начинкасына творог салдым. Енді 300 грамм кәдімгі 20%-дық осындай не салдым. 300 грамм қаймақ салам. Грамм. 200 грамм шекер салам. 200 грамм шекер. 4 штук жұмыртқа салам. Бұған ең барлығын блендермен араластырып шығамыз. Араластырып алдық. Енді жаңа қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Мен осылай пергамент қағаз төсеп алдым ыдысыма. Және де осындай 4 бұрышты неге қойып. Егер де сіздерде бұндай 4 бұрышты жоқ болса, домалаққа 2 бөліп пісіріп алсаңыз да болады. Жаңа қамырымыз осының барлығын қазір мен төсеп шығамын. Кішкене алып қалам шет-шетіне. Оқтаумен жайсаңыз да болады. Қолмен осылай басып шықсаңыз да болады жайып. Мінекей бәрін төсеп шықтым мен.
Енді осының жан-жағына осылайынан істеп шығамын. Шет-шетіне жабыстырып шығамын барлық қамырларды. Осылай жан-жағын вилкамен басып шығамыз. Одан кейін орталарын өстіп вилкамен тесіп шығамыз. Дайын болған қамырымызға осылай төсеп шығамыз. Өзіміздің жаңағы начинкамызды, творожный начинкамызды төсеп шығамыз. Осылай морозилькте тұрған жемістерімізді осылай бетіне сән үшін төсеп шықсаңыздар болады. Жоқ болса, самай қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған печкамызға 25-30 минутқа пісіріп аламыз 180 градуста. Міне бізде осылай пісіп шықты. Толық суығаннан кейін барып қана кесеміз.